Қайырлы күн достар, мен есім Балжан. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі қытырлақ болып шығатын чебурекидің рецептімен бөлісемін. Алдымен електен өткізілген ұнымыздың үстіне сұйық сары майымызды құямыз. Содан соң ыстық суымыздың үстіне бір шай қасық тұзымызды салып араластырып аламыз. Ұнымыздың үстіне суымызды аз-аздан құя отырып қамыр илейтін боламыз. Суымыз өте ыстық болуы қажет. Алдымен осылай вилкамен араластырамыз. Содан соң суымыздың барлық мөлшерін құйып болғаннан кейін барып қолымызбен қамыр илейміз. Мен суды 3 бөлікке бөліп құйдым. Енді қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды жақсылап біркелкі етіп илеп аламыз. Содан соң қамырымыздың бетін жауып, жарты сағатқа бөлме температурасында қалдырамыз. Осы уақыт аралығында біз салмасын дайындайтын боламыз. Салмасын дайындау үшін алдымен пиязымызды майдалап, кубик етіп турап аламыз. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп аламыз. Пиязымызды турап болғаннан соң фаршымыздың үстіне пиязымызды дәміне қарай тұз, қара бұрышты салып, біркелкі етіп жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң ішіне азырақ су құйып жіберсеңіздер болады. Бұл міндетті емес. Егер де құйсаңыздар, сіздердің салмаларыңыз өте әдемі болып шығады. Су құйғандықтан сіздердің салмаларыңыз бірігіп қалмайды. Енді қамырын дайындайтын боламыз. Дайын болған қамырымызды таразымызға 30 грамнан өлшеп аламыз. Егер де көлемі үлкен болсын десеңіздер, 40 грамнан да алсаңыздар болады. Барлық қамырларымызды 30 грамнан өлшеп дайындап аламыз. Содан соң дайын болған қамырларымызды жұқа етіп жайып аламыз. Мінекей қамырларымызды жұқа етіп осылай жайып аламыз. Содан кейін барып үстіне бір ас қасық салмасын салып, біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Содан соң қамырларымыздың екі ұшын бір-біріне қолымызбен біріктіріп шығамыз. Барлығын осылай видеодағыдай жасаңыздар. Енді шет-шетін әдемілік үшін вилкамен басып шығамыз. Барлық чебурекилерді осылай дайындап шығамыз. Мінеки чебурекиіміз осылай болып шықты. Енді сіздерге тағы біреуінің жасалуын көрсетейін. Осылай салмасын салып алып, біркелкі етіп қолымызбен жайып шығамыз. Содан соң қамырларымыздың шетін алдымен қолымызбен біріктіріп аламыз. Содан кейін барып вилкамызбен басып шығамыз. Барлық чебурекилерді осылай дайындап шығамыз. Өте қытырлақ болып шығады. Енді қызып тұрған майымызға чебурекилерімізді салып, екі бетін кезек-кезек қызартып қуырып аламыз. Бір беті қызарған соң чебурекилердің екінші бетінде дәл солай қызартып қуырып аламыз. Дайын болған чебурекилерімізді майдан сырғытып аламыз. Бір жасағаннан шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді әрі қытырлақ болып шығады. Мен сіздерге ортасын бөліп көрсетейін. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Ал ас болсын.